Жеткізіп қалай айтылады, одан бізге отдельно уақыт беріңдер. Жоқ, сіздікі дұрыс емес. Жеткізуді сіздер уже шешімді шешіп алдыңыздар. Нені жеткізейін деп жатсыздар? Кеше сіздің зам министріңіз не деді? Мына машинаны разборға жібер депті. Сіздер бізде 2 ай болды деген. Жігіттер, тоқтаңыздар. Міне біз шешіп жатырмыз, шешіп беретін болдық бәрін деп айтқан сіздердің әңгімелеріңіз болды. Нені жеткізейін деп жатсыздар сіздер? Мен есім Берік болады. Қараңыз сізде жоқ, жаңа үндеу, балалар жігіттер айтқан үндеумен 2 сұрақ болды. Шешілмеген. Сіздерде қазір ашық тұрған. Ол сұрақ ол жерде басында болған жоқ. Тұраңыз, біз берген сұрақ деген бізде бәріміздің сұрағымыз бізде, бірақ сұрақ болған. Мәшінемізге қазақ номерін берді. Мұнда бәрі рөлде отырған бәрі қазақ елі. Қазақтар бәрі. Мұнда отырғанша бұл мәшінені біз кіргізген жоқпыз. Бұны сіздер кіргіздіңіздер. Бұны біз кіргізген жоқ. Бұл мәшінені ана кеше зам министріңіз айтып отыр. Моторын алып келді, ана жақта дөңгелегін алып келді. Жоқ. Бұл мәшіне Қазақстанға бәрі дөңгелегімен кірді. Ол ана жақта Япониядан Россияға разбормен келді. А бізге мұнда дөңгелекпен келді. Сенбейсіз ба? Мен отырыңыз, мен сізге қазір 20 мәшіне деген бір деген неде КамАЗбен түсіріп атқанын көрсетемін. Оны түсіріп атқан біз емес, мына адам емес, біз сатып алатырмыз. Сіздер айтып жатыр, мошенничество мен алдап жатыр. Неге сіздер ондай болса, оларды деген тоқтатпадыңыздар? Біз деген сатып алдық, біз сендік, сіздер деген айтыңыздар, страховканы бер дедіңіздер, берді, айдап жүрміз. Сода бір-бірімізден қарады да, болады екен айдауға деп алдық. Енді сіздер мына шешілу неғанда, енді кеше деген зам министр айтып жатыр. Бейт аламын ғой жүйендер, разбирайте деп деген. Сонда біз деген 5 миллионға сатып алған деген, бәріміз кредитке алдық оны деген, біз деген, бізге тегін тұрған жоқ. Мен несін жеткізейін деп жатсыздар, сіздер деген оны әлеуіңнен бері шешпейсіздер ма? Қанша бардық сіздерге? Берік, сіздерде қазір 2 сұрақ туындады, осы 2 сұрақ. Туындаған сол баяғыдан барса оны сұраққа келіп тоқтап тұрған жоқ. Басында сол сұраққа келіп тоқтап тұр. Кешең ана күні бар ғой, 1-2 күн бұрын бар ғой, халық деген айғай-шу көтермесе, страховканы да тоқтатып тастайтын еді. Страховканы сіздер тоқтаттыңыздар, решениені принимать етіп алдыңыздар. Сонан кейін халық деген WhatsApp-пен, YouTube-қа жаза бастағанда, сол кезде ғана тоқтатып тастадыңыздар. Бірақ та енді қазір былай не қылсақ, данное время сіздер деген уже 2 ай болды сіздерге айтып отырмын, қойыңыздар, не жасап беріңіздер. Сіздер оны жасап берейін деп тұрған жоқсыздар. Сіздер айттыңыздар кеше, ана мәшіне, мына мәшінелер не анандай оформляться етеді. Бұл оған неге біз деген бір адам деген кіріп тұрған жоқ. Сіздерге бәріміз